Баршаға ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видео тюльпан дейді ғой, қызғалдақ. Соған арналады. Өткен жылдары осы жерге не егетін едім мен? Жаңағы осыны еш өндіре алмаған едім мен. Сары топырақ болған соң тамырын қысып тастайды. Сонымен даже көкке де шығу мүмкіндігі болмай қалатын еді. Жаңағы күн ысып кеткен кезде жер кірпішке айналып қалатын еді, тас болып. Енді Құдай қаласа, бұл жолы бізде биогумус бар. Сол биогумусқа егемін. Сосын сіздермен нәтижесімен бөлісетін боламын. Құдай қаласа. Бізде Шымкентте күн жақсы, өте тамаша болып тұр. Аулаға шығып, біраз жұмыс жасауға. Сатушы не деді? 15 сантиметр, жердің бетіне 15 сантиметр пәске ек деді. Және егер топырағы жұмсақ болса, мынау бір несі келесі жылға анау чесноктың несі сияқты өз көбейеді екен. Пиязы. Құдай қаласа, мен ендігі жылы бұларды бөліп өте үлкен көлемде егетін боламын. Видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментария, каналға подписка жасаңыздар. Сау саламат болыңыздар.